Біз бүгін көбею және оның түрлерімен танысып жатырмыз. Қазір біз шұбалшаңның көбею түрімен танысамыз. Шұбалшаң гермафродит жәндік. Гермафродиттің не екенін біз өткен сабақта айтқанбыз. Гермафродит дегеніміз ол қос жыныстылық деген сөз. Яғни бір ағзада аталық гамета мен аналық гамета дамып жетілуде. Құрттар жұмыртқа салардың алдында екі шұбалшаң бір-бірімен жанасады. Ол неге жанасады? Оның себебі бар. Олар дененің бас жағында орналасқан жұмыртқа және тұқым қабылдаушы түтікшелер бар. Осы түтікшелердің сыртқа ашылатын саңылаулары арқылы бір-бірімен сперматозоидтары бар сұйықтықтармен алмасады. Міне сол үшін олар бір-бірімен жанасады. Яғни сұйықтықпен бір-бірімен алмасады. Ал сұйықтық сол тұқым қабылдаушыға жиналады. Бұл кезде құрттың денесінде жұмыртқа жасушалары пісіп жетіледі. Дененің алдыңғы бөліміне таяу бунағында қоймалжың шырыш бөлініп, сілемейлі, оңай жылжитын белбеуше түзіледі. Құрт денесін жиырған кезде белбеуше алға қарай, бас жағына қарай жылжи бастайды. Осы белбеуше жұмыртқа бездері мен тұқым қабылдауыштың түтікшелері ашылатын саңылауларға келген кезде осы белбеушеге жұмыртқа жасушасы мен сперматозоидтары бар сұйықтық бөлінеді. Сөйтеді де ұрықтану осы белбеушеде жүреді. Белбеуше құрт жиырылған кезде оның денесіне сыпырылып түседі. Оның ішінде бірнеше ұрықтанған жұмыртқалары болады. Осыны біз пілде деп атаймыз. Пілдерде жас құрттар дамып сыртқа шығады. Міне шұбалшаң осылай көбейіп отырады.